Ассалаумағалейкум қазақ елі, амансыздар ма? Бүгін мені аңшылыққа шықтым. Алла қаласа аңшылық маусымы ашылды. Биылдыққа шығуға мүмкіндік болмай жатыр. Өткендерде шықтым, борсыққа шықтым, елікке шықтым, үйрекке. Аңшылық болмады. Аң ала алмадым, сонымен ютубқа салмадым. Бүгін Алла қаласа енді бір аламыз деген ниеттеміз. Так, негізгі аңшылық қарашаның бірінен басталады. Бірақ тазыларымен, мына аңшылық иттерімен 15 күн бұрын ашылады ғой. Сондықтан бүгін қоянға, қырғауылға аңшылық жасаймыз. Мында менде мынандай тазыларым бар. Мына жерде Медет бауырымның аққұс деген тазысы, мықты тазы. Қара жерде қоян алып жүр. Мынау мен Грейм, Найда. Әлі бабына дұрыс келмеді. Өткенде туған. Желінін енді тартып жатыр. Көк арланым, Эверест. Бұның да аяғы жаралы. Сосын ан жақта сұлудара жүр әні. Беситпен шықты қал. Көреміз енді бұйырса. Мына жерлерде қоян алу қиын, дегенмен енді үмітіміз бар. Бұйыру жататын болса аламыз. Бүгін аңшылық маусымына ашылған сезетіндей қылып бір әдемілеп тамақ істейміз. Отқа қуырып, Алла қаласа. Ал, бисмилля, қазақша каналды қолдап, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіздер. Және көршілес мемлекеттердің барлықтарына сәлем. Қырғызстанға, Өзбекстан, Түркиядан, Россиядан, Қарақалпақстаннан, қай жерден, барлық мемлекеттерден, көп жерлерден жазып жатыр. Бұлардың бәріне сәлем Қазақстаннан. Қояндар осы жерлерде жатып қалу керек. Жалпы мына жақтың бәрі тоғай. Тоғайға қашса, қашып құтылады ғой. Былай қарай қашса, аламыз деген ниеттеміз. Қояндар ағарып қалды негізі. Бисмилля, Аллаху акбар. Кірді тоғайға. Бисмилля деп бірінші қоян шықты. Білмедім, тоғайға қарай қуып кетті. Көреміз қазір. Бірінші қояннан айырылып қалды. Ана ішіне кіріп кетті. Жақсы. Екінші қоян іздейміз. Мына тобылғылардың ішінде болу керек. Ай, молодец, көкелі, молодец. Ай. Ана бір аппақ қоян қашты. Бұл да алдырмайды, ана ішіне кіріп кетті.
қандай жерлерде борсық кездесіп қалуы мүмкін. Bismillah, Allahu Ekber. Біреу құлады. Анау жерге қалды. Алхамдулилля, бір үйрек алдық. Бірақ табу қиын, өзеннің ар жақ бетіне қалады. Өте табу қиын болады. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді. Мына жерден 3 үйрек ұшып ары қарай шықты, ататын мүмкіндігім болды. Бірақ не болғаннан кейін, өзеннің іші болғаннан кейін суға түсетті. Оны жүзіп алу, су суық. Сосын жарайды деп пискен жоқтым. Қазір тағы да келетір, ана үйректер көреміз. Алыс. Жаңағы үйректі іздеуге барамыз, Алла қаласа. Өзеннің ар жақ бетіне өту керек. Су, аяқ киім шешіп өтеміз бе, көреміз. Ал іздендер, үйрек қайыққа құлаған. Өсір маңайға құлады. Ән жатыр. Найда тапты. Молодец, Найда. Міне. Үйрегіміз таптық. Биылдыққа қырғауыл 1-2 ғана көрдім. Мүлде өткенде елікке шығып жүргенде қырғауылдар көп шығаттығын мүлде жоқ. Білмеймін неге ондай болған. Қырғауыл кездеспей жатыр. Оның орнына бір үйрек алдық. Алла қаласа енді осыны пісіреміз, үйректі. Тамаша семіз болу керек бұлар. Бірақ үйрекке тамақ істейтін ыдыс салған жоқтығым, шайнек бар. Шайнектің ішіне қайнатып аламыз, тым болмаса. Арасында осындай жерлерден өтетін жер болады.
Шүкірлеп жібереміз шамалы. Ағаштарды шығарып алайық қаздап. Отын жағамыз мұнда. Әзірше жетеді. Бисмилля деп мына жерге сойып алайық. Бұл үйректі бір қабат терісімен шешіп тастаймыз. Семіз екен, сап-сары болып тұр. Негізі бір қабат терісімен алып тастайын ба деп ойлағам. Жүнін жұлмай. Сосын семіз екенін көрдім да жарайды. Майларын аядым. Бір қабат терісімен алатын болсаң, оңай, жылдам, бірақ майлар кетіп қалады. Сондықтан мына сап-сары майды көрдім да, ерінбей жылайшы деп жұлып жатырмын енді. Тура мына жерден бір оқ тиген екен. Жалғыз ақ оқ. Майды қараңыздар. Сондық енді. Не деген семіз үйрек екен. Міне. Дәл осыны шайнектің ішіне пісіреміз енді. Бір қайнатып аламыз. Енді мұнан ит жек қойды. Мынаның ішіне үйректі салдық. Сорпасы шығу үшін бір қайнатып аламыз осының ішіне.
Қайнап жатыр міне. Шайнектің қақпағы түсіп қапты. Қақпағын ұстайтын тұтқасы. Міне. Тамаша қайнап жатыр. Бір қайнатып алам осылайынан. 2-3 минут. Содан кейін бұл суды төгіп тастаймын да қайтадан қайнатам. Әдемі болады сол кезде. Сорпасын дәмі тамаша болады. Бір 5 минут қайнатайын. Даланың судың шөптің дәмі сондайдың дәмі болады өйткені кейбір үйректерде оның сорпасының дәміне өтіп тұрады. Сондықтан тамаша кәдімгідей сорпасы дәмді болсын десеңіздер, бір қайнатып төгіп тастасаңыздар негізі тамаша болады. Мен енді ондай желкеншек емеспін. Дегенмен сіздерге көрсету мақсатында солайынан пісірейін деп жатырмын қазір. Бір қайнатып алайын. Жақсылап 5 минут қайнасын. Көп қайната берді де керек емес. Өйткені майы кетіп қалады, дәмі кетіп қалады. Шамал қайнатсаңыздар жетеді. Бұл сорпаны төгеміз. Төктік. Енді қайтадан су құямыз. Болды. Енді пісіре беруімізге болады епмен еркін. Кішкене тұз бен бұрыш қосып жіберейік. Одан тамаша болады. Ой, тамаша болып жатыр ғой. Bismillah. Мынаны білетін болсаңыздар, бұл құйрық. Менің видеомда үнемі көріп жүргендер білет. Құйрық тастамайтынды. Құйрық кез келген тамақтың дәмін келтіреді. Және тойымды. Мадан асап-асап жеп алсаңыздар, кәдімгідей жақсақ боласыздар. Тойып, бірнеше сағат бойы тойып жүресіздер.
Жей үстіп қадай салам. Бір отқа ыстап өтсем болды. Шалап пісіріп жеген жақсы көрем өзім. Құйрықты. Суытып алайын кішкене мынаған. Оған дейін сорпаның дәмін көрейін. Ыстықтай. Үйректі май деген енді сорпаны май. Мынаны қоя тұрайық. Кейінге. Бісміллә. Ыстық. Қарын ашып тұрған кезде кәдімгідей еш нәрсеге шыдай алмайсың. Енді мына үйректі осылар қалай ойлайсыздар? Мынаны алып тастай берсек болады енді. Үйректі отқа бір пісіріп алайық. Дәмі тамаша болады. Сорпа сап-сары болыпты кәдімгідей. Далада аңды аулап, бірден осылай пісіріп жегенге не жетсін. Дәмі де ерекше болады. Қарның да шат, даланың да, табиғаттың несі бар. Кәдімгідей бір демалып қаласың ғой. Мына сорпа сұмдық қопты. Ой, әдем болды. Мына қараңыздар. Жаңа суға бір қайнатып алдым. Шала пісіріп. Енді қалғанын отқа пісіріп жатырмын. Оттың сонда мына ыстың, шоқтың дәміменен кәдімгі шашлык сияқты тамаша болады. Негізі қоянның етіне мына құйрықты бүйтіп жағып отыратынмын. Мынаған үйректікіне керек емес. Өйткені өзі де семіз болып тұр, май шылқылдап. Ешқандай керек қылып тұрған жоқ, ешқандай майды. Майлы болғаны соншалықты кәдімгідей жанып жатыр. Ой, мына қараңыздар. Майы деген шылқып тұр ғой кәдімгідей. Ішінен май ағып жатыр ғой. Жаз еді өмір керегін бойламаған, күн ерте
деп. Былай қойық. Мынандай болды ғой. Шарықтап кетсем дағы Ішінен әлі май тамшылап тұр. Ас болсын. Үйректікін де көріп тастайық. Бісміллә. Керемет топта. Ыстық. Сорпа күйіп тұр әлі. Бісміллә. Сұмдық қоп мына үйректің дәмі. Қарымды ашты. Міне мынандай боп. Тамаша боп пісті. Мынау жалғыз оғым. Міне бітті бір штук. Бітті ғана осы пятерка, бестік. Бестік оқ тура мына төсінен тиген. Осы оқпенен алып отырып қосына. Үйрек мынандай тәтті болады деп ойламаппын. Үйректі қанша пісіріп жүрмін, тура осындай тәтті болған емес енді. Бүгін ерекше тәтті. Қарным ашып тұрғаннан кейін ба? Жуалуды ұмытып кетіппін. Мына шашлыққа жуа жетпей тұр. Мойны. Үйрекке қойдың құйрығы керек емес десем де болады екен. Негізі. Өйткені өзі майлы, тамаша болып тұр. Қояндікі құрғақтау келеді. Оған міндетті түрде қойдың құйрығымен бірге қуырсаңыздар, бірге жеп отырсаңыздар тамаша келеді. Тойып қалдым. Мына сорпамен. Ой. Бір төсімен қолдарының өзі тойдырып тастады ғой. Аңшылық маусым ашылуымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Алла қаласа жақсы видеолар түсіреміз. Жақсы аңшылық болады. Instagram парақшам астында болады. Міндетті түрде тіркеліңіздер.
Өйткені аңшылыққа не үшін келмей жүргенім, не үшін шықпай жүргенім барлығын сол Инстаграмға салып отырам. Кейбір аңшылықтарым ютубқа салмаған жерлерін қысқа қылып Инстаграмға салып жүрмін. Сондықтан Инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар міндетті түрде. Барлық жаңалықтарды сол жерден біліп отырасыздар. Міне мынау бүгіннен қалған тамақ. Құйрық жағы қалды, негізі әлде де біраз жетеді, жейтін жері. Бірақ мен тойдым. Шын айтсам, майлы екен. Құйрықтың өзін тауса алмадым ғой. Шайшылықта құйрық жеп қоятын. Қалай достар? Мынандай мәндайға тағатын фонарик Армитек деген сіздерге көрсеткенге отыр. Бір жағынан жарнамалап, бір жағынан өте аңшыларға, балықшыларға пайдасын көп тигізеді. Бұл фонариктің қазір көрсетемін сіздерге. 3 түрлі жанады. Бір жаққаны міне, бірінші жаққаны бірдің ішінде, бірлет жаққанның өзінде, оның ішінде екі түрлісі бар міне. Ең азы мынау. Орташа жаққаны бар. Оны жағу үшін 2 рет басасыздар. Міне. Мынандай болып жанады. Енді орташаның өзінің ішінде 3 бар. Міне. Мынау 2-сі. 1, 2, 3. Мынандай жағып қойсаңыздар болады. Мынау деген қазір дала жарық болып тұр. Сосын 3 рет бассаңыздар, бұдан да қатты жанады. Міне, 3 рет. Міне, 3-ші түрінің өзінде 2 бар. Мынау ең қатты жанғаны. Мынау деген кәдімгі түнде жап-жарық болып тұрады бүкіл жерге. Міне. Көрсеңіздер болады. Мынаны 2-ге қойып қойдым. Бұдан маңдайға тағып, мынандай қып міне. Бұлай тағып, мына резинкасын қысып қойсаңыздар болады, қыспасаңыздар да болады. Мен енді көбінесе жүгірем, нетем. Сондықтан қысып қоям. Міне. Тамаша фонарик. Міне мынандай сырты. Сырты осындай міне. Wizard S2 Pro Max деген. Шыны ашып көрсетейін сіздерге. Міне өзімен бірге гарантиясы 1 жылға. Мынау осыған салып қойып жүрсеңіздер болады. Чехолы және мынаны тағып қойсаңыздар болады. Фонарикке көрсетейін. Мынаны салсаңыздар, мынаны кішкентай батареямен салуға болады. Мынаның ішінде өткен үлкен батарея мынандай. Су өтпейді. Мына жерде міне 2 резинасы бар. Батарея дөу кәдімгідей. Арты магнит. Зарядчик үйде қалып қойды. Мынаған кәдімгідей тигізе саласыздар, болды, жабысық болады өзі. Су кірмейді, суға түсіріп алсаңыздар да. Осындай фонарик алам десеңіздер, описаниеде болады, қызықтырып жататын болса. Қансонар промокоды менен кірсеңіздер, 15% жеңілдік болады.
басқа да ыңғайлы. Ал достар, бүгінгі тамаққа тойдық. Осындай демалыс болды. Жақсы, тамаша демалыс болды. Алла қаласа келесі аңшылықта кездескенше. Ассалаумағалейкум. Аямай жаса жақсылық, бар қазақ менің бауырым.